Жиреншенің хан сынағына түскені. Бір күні жиреншені хан шақыртып алып, оған 40 сиыр беріпті. Осы сиырлардың шек қарнын тірілей тазалап әкел. Барлығында соясың, сойғанда біреуінің ішінен бір түйірде қылтан шықпасын депті. Жиренше 40 сиырды айдап, әйелі Қарашашқа келеді. Қарашаш, қорықпа, сиырларды ашық құдықтың басына айдап барып, жалғыздап суар да, суарғаныңды сол жерде айналдыра қуа бер. Әуелі ішінің қармауы кетер, онан кейін жын аралас су кетер, ең соңында қара судың өзі кетер депті. Жиренше Қарашаштың барлық айтқандарын істеген екен, барлығы да дұрыс келіпті. Сөйтіп 40 сиырдың барлығының ішін тазалап, ханға алып келіпті. Хан сиырларды шетінен сойғыза бастапты. Сонда еш біреуінің ішінен қылтаң таба алмай, аң-таң болған екен. Бір күні хан жиреншеге хабар береді. Жиренше біздікіне келсін, келгенде жолмен де жүрмесін, жолсызбен де жүрмесін депті. Жиренше бір итпен бір ешкіні қосақтап алып, жолға түсіп, ханның үйіне қарай жақындайды. Оның келе жатқанын хан көріп, «Мынау кім өзі? Жолмен де жүрмейді, жолсызбен де жүрмейді. Қалай жүріп келе жатқан адам?» деп таңырқайды. Итпен ешкіні қосақтағанда қалай дұрыс жүрсін? Бұлайынша жүргеннің өзінде де дұрыс жүрмейді ғой депті уәзірлері. Жиреншенің тапқырлығын көріп, хан таң қалған екен дейді.